Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге өте керемет, оп-оңай үй жағдайында асқабақтан дәмді блини жасап көрсететін боламын. Сондықтан үйлеріңізде асқабақ болса, дәл осы блиниді жасап көруге кеңес беремін. Енді асқабағымызды тазалап, осындай үккіштің көмегімен асқабағымызды өткізіп аламыз. Жолдасым да өзім де жақсы көреміз. Асқабақты мен жиі осы тағамды жасап тұрамын. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Асқабағымызды өткізіп алдық. Осылай енді арнайы бөлек ыдысымызға салып аламыз. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын. Сол жерден қанша керектігін көрсеңіздер болады. Және достар, видеомды соңына дейін көріп, қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді асқабағымыздың үстіне қажетті қоспаларымыздың барлығын салып аламыз. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Енді барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді тапамызда 2 ас қасықтан салып пісіріп ала береміз. Астын төменде отта пісіреміз. Қатты қойып қоймаңыздар, іші қызып кетпесін. Мен салған кезінде астын отты қоспаймын. Бүкілін салып тегістеп алғаннан кейін барып, астындағы отты қосамын. Бұл да бір ерекше тағамдардың бірі, сондықтан сіздерде пісіріп көруге кеңес беремін. Бірінші блиніміз пісті. Үсті толығымен құрғағаннан кейін барып, келесі бетіне ауыстырсаңыздар болады. Сіздердің тапаларыңыз жақсы пісіретін болса, май жағудың қажеті жоқ. Ал егер құрғақ қалмасын немесе астына алатын болса, пісірмейтін болса, май жағып пісірсеңіздер болады. Енді осындай жаңғақтар салып пісірсеңіздер де болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Мен мына жерде сізге май жағып көрсетіп жатырмын. Енді мен негізінен май жақпай пісіремін. Енді 2 асықтан салып пісіріп ала береміз. Жаңағыдай жаңғақты үстіне салмай араластырып та пісірсеңіздер болады. Міне блиниларымыздың үсті толығымен құрғады. Содан соң барып келесі бетіне ауыстырамыз. Толық беті құрғамаса, ол кезде асты піспейді. Сондықтан толық бетінің құрғағанын күтіңіздер. Міне блиниларымыз дайын болды. Өте күшті, жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.